Қартаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Мен осы әнді керісінше былай айтып жүрмін. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Балалары жақсы аналар ешқашан қартаймайды дейді. Ақында туған анадан, батырда туған анадан, ананың биік тұғыры анадан туған бар адам. Пайғамбарымыз Мұхаммед ананы құрмет санаған. Аспанда 70 жұлдыз жағылып жарық күндей бола алмас. 70 жеңген болса да бір анаңдай бола алмас. 70 жеңген болса да ана орны тола алмас деген. Тағдыры байланысқан баламенен, тағдыры байланысқан баламенен, жолыңды тосып барар даламенен, аяла бойында бар қасиеттен, аяла ақ жаулықты ана деген. Жалғызым жаным жанапам, мақтадан мамы қалаған, ананың жаны бос торғай, ананың жаны балапан. Айдындай ұлға Алладан кейінгі жарғалерді сыйлаған, аяулы алтын құрсақта ардақты анамыз, Гүлжан анамыздың ана жүрегін тыңдайық. Қол соғып қошемет құрмет жасап қойыңыздар. Керемет қып сөз бергеніңе. Ал енді туғандарым, туыстарым, жақындарым, көршілерім, нағашыларым, бәрілеріңіздің келіп мені қуантып жатқандарыңызға көп рахмет. Менің